Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаз, шәкірттер, студенттер, оқулықтарыңыз қалай? Біздерге берілген мен концепциясы психологияны, менің есімім Абдрахманов Дін Ислам, сіздерге мен концепциясы және Карл Роджерс жайында кішкене мәлімет айтқым келіп тұр. Сонымен бөліскім келеді. Қарап шықтым концепцияны, интернеттен қарадым. Роджерстің өмірбаянында осы жерден көрдім. Осыны кішкене конспект жасадым. Соны сіздерге айтып берсем. Бірінші Карл Роджерс жайында. Ол кісі кім болған? Карл Рэнсом Роджерс америкалық психолог. Ол кісі 1902 жылы дүниеге келген. Иллинойс деген штатта өте әйгілі психологтардың бірі болған. Соның ішінде Карл Роджерс ол самоактуализацияның авторы, жеке тұлға психологиясының көрнекті өкілдерінің бірі, және де ол гуманистика психологиясының лидерлерінің бірі болған. Көптеген еңбектері бар. Психология ғылымына өзінің қосқан еңбектері үшін ол кісі Америка психологиялық ассоциациясының тарапынан 1956 жылы және 1972 жылдар арасында 2 мәрте марапатталған екен. Оның еңбектері, үлкен әйгілі еңбектеріне психотерапия және тұлғаның өзгеруі 1954 жылы жазған, тұлғаның қалыптасуы психотерапевт көзқарасы 1969 жылы жазған, және болмыс тәсілі деген 1980 жылда жазған әйгілі еңбектер бар екен. Бұл мәліметтер психология энциклопедиясы Алматы 2011 жылы баспасынан алынды деп жазған. Енді мен концепциясына тоқтасақ, осы мен концепциясының да авторының бірі болған осы Карл Рэнсом Роджерс. Ол өзінің жазу бойынша мен концепциясы ол мен тұжырымдамасы адамның өзі жайлы бір шама тұрақты азды көпті мәні бар түсініктер жүйесі екен. Оны былай структура түрінде түсінікті былай белгілі. Осы жайында айтып кетсем, ол не екен? Ол глобалды мен дейді, кейін познавающий мен, яғни мен субъектін, кейін бар мен объектін бұл. Енді осы екеуінің бір-біріне қарым-қатынасы мен концепциясына өзіңе қарым-қатынасы қалай? Яғни бірінші мен үлгі болуым керекпін, образец дейді, ол структура. Екінші мен бағалануым керекпін. Осы мен үлгі болғанымды өзгелер көргендер қалай мені бағалайды. Енді мен түсінігім бойынша айтып тұрмын, егер қателессем турлап жіберіңіздер. Одан кейін барып осы нәрсе шығады, үш нәрсе шығады. Не шығады? Үш мен шығады. Бірінші мен ол шынайы мен, екінші ол социалдағы мен, және үшіншісі идеалды мен. Бірінші шынайы мен, екінші социалды мен, үшінші ол идеалды мен екен. Ол структура мен концепциясының структурасы осылай болады екен. Оны құрайтындар не нәрсе оны құрайды? Шынайы мен құрайды. Шынайы мен ол осы шақтағы мен, дәл осы қалыптағы мен. Екіншісі идеалды мен дейді. Ол өзінің пікірі бойынша, өзінің қалауы бойыншағы мені оның. Үшіншісі серпінді мен, субъектінің қандай болғанын келетіндігі туралы ниеті дейді. Төртіншісі түрі ол фантастикалық мен дейді. Төртінші құрайтын нәрсе фантастикалық мен. Оны мен түсінген жоқпын. Егер мүмкіндік болса, субъектінің қандай болуды армандауы дейді. Осы жайында түсінгендер болса, кішкене түсіндіріп кетсе күшті болып еді. Енді мен тұжырымдамасының қалыптасуы адамдар арасында қызмет алмасу барысында сондай жағдайларда оның субъектісі басқаға айнадағыдай көрінеді. Сол арқылы ол өзінің менін турлайтын болады және өзгерте алады дейді, немесе оны сақтап қалады дейді, немесе оны түзетеді дейді. Сонда айтып атқан мен деп атқанымыз не? Ол мен, яғни адам өзі, ішкі дүниесі, сырты болсын, ол реально өзі болады, яғни өзі білет өзінің қандай екенін. Одан кейін ол идеальный я дейді. Идеальный я дегені өзі идеалды қандай болу керек, қандай болғанын қалайды. Және ол зеркальный я дейді. Зеркальный я оны қоғам қалай оны көреді, әлеумет оны қалай қабылдайды. Мысалға, осы жерде мен өзімді кішіпейіл, бірдеме андай жақсы, тез ренжігіш деп көрем, бірақ мен идеалды болғым келеді деймін. Мысалы, мен ондай болғым келмейді, тез ренжігім келмейді, еріншектіктен құтылсам екен, жақсы болсам екен деген сияқты. Ал адамдардың көзқарасында, мысалы, мен адамдарға әрдайым жақсылықты
осылар жақсы көрсінші, осылардың көзінше мен жақсы көрінейінші деген ниетпен бір тірліктерді жасасам, керісінше ол адамдар мені түсінбей қалып маған ренжіп жатады. Яғни менің қалауымды мен қалағандай қылып басқалар қабылдай алмайды екен, басқалар басқаша қабылдайды екен. Аспекты дейді. Олар аспектілер үшу: физикалық және эмоционалды және социалды. Тағандарыңызға рахмет.